Сәлеметсің бе, балақай, класс KZ порталына қош келдің. Бүгінгі сабақта сен теңдеу және теңсіздік өрнек бөлімін аяқтаған болатынсың. Сол бөлімге қатысты әртүрлі тапсырмаларды орындап, өз біліміңді тексересің. Балақай, сен қос теңсіздіктің шешімдер жиынын таба аласың және түсінесің. Төмендегі тапсырмаға назар аудар. Қанекей біріншісін оқиық. Қос теңсіздікті жеке екі теңсіздікке ауыстыр. X белгісізі 12-ден артық және 15-тен кем. Ал балақай, бірге тексерейік. Бұл қос теңсіздікті жеке екі теңсіздікке ауыстыратын болсақ, былай болады. X белгісізі 12-ден артық және X белгісі 15-тен кем деген теңсіздіктер құрастырамыз. Келесі тапсырма. Сан сәулесіне қос теңсіздіктің шешімдер жиынын белгіле. Шешімдер жиынын фигуралы жақшаның көмегімен жаз. Бірінші қос теңсіздік. X белгісізі 4-тен артық және 8-ден кем. Қанекей тапсырманы орында. Ал балақай, бірге тексерейік. Сан сәулесін сыздық. Енді осы қос теңсіздікті белгілейміз. Міне 4 пен 8-ді белгілеп, арасын осындай сызықтармен сызамыз. Енді шешімдер жиынын фигуралы жақшаның көмегімен жазайық. Бұл жерде шешімдер жиыны 5, 6, 7 деген сандар кіреді екен. Келесі қос теңсіздік. X белгісізі 1-ден артық және 5-тен кем. Қанекей тапсырманы орында. Ал балақай, бірге тексерейік. Міне сан сәулесін сыздық. Енді 1 мен 5-ті белгілеп, арасын осындай сызықтармен сызамыз. Енді шешімдер жиынын жазайық. Шешімдер жиынына 2, 3, 4 деген сандар кіреді екен. Жарайсың. Балақай, сен теңдеулерді шешуде өрнектерді ықшамдау ережесін қолдана аласың. Бізде теңдеулер берілген. 258x қосылған 2x азайтылған 80 тең 700 және 50x қосылған 40x тең 540. Қанекей теңдеулерді шеш. Ал балақай, бірге тексерейік. Бұл жерде теңдеудің сол жағын ықшамдаймыз. Ол үшін 258x-қа 2x-ті қосқанда 260x болады. Енді 700-ге 80-ді қосамыз, сонда 780 болады. Сонда бізде 260x тең 780 деген жай теңдеу пайда болды. Бұл жерде x-ті табу үшін 780-ді 260-қа бөлеміз. Сонда x-тің мәні 3-ке тең екен. Енді x-тің орнына 3-ті қойып тексереміз. Сонда 3 деп тұрған мәніміз дұрыс болып шықты. Келесі 50x қосылған 40x тең 540. Бұл жерде сол жағын ықшамдап аламыз. 50x-ке 40x-ті қосқанда 90x болады. Енді x-ті табамыз, ол үшін 540-ті 90-ға бөлеміз. Сонда x-тің мәні 6-ға тең екен. Енді x-тің орнына 6-ны қойып тексереміз. Сонда 6 деп тұрған мәніміз дұрыс болып шықты. Сен бұл тапсырманы дұрыс орындадың деген ойдамын. Ал балақай, келесі тапсырмамызға көшейік. Балақай, сен бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектерге талдау жасай аласың және салыстыра аласың. Мына төмендегі берілген өрнектерге қарай ғой. Ең біріншісін оқиық. 13-тен 2 қосылған 13-тен 5 және 13-тен 11 азайтылған 13-тен 5. Қанекей салыстыр. Ал балақай, бірге тексерейік. Бірінші әрбір өрнектің мәнін табамыз. 13-тен 2-ге 13-тен 5-ті қосқанда 13-тен 7 болады. Ал 13-тен 11-ден 13-тен 5-ті азайтқанда 13-тен 6 болады. Енді салыстырамыз. Бұл жерде бөлімдер тең. Сондықтан алымдар бойынша салыстырамыз. 7 6-дан артық, сондықтан бірінші бөлшек артық болады. Келесі өрнек. 20-дан 12 азайтылған 20-дан 5 және 20-дан 11 мен 20-дан 15-тің қосындысы азайтылған 20-дан 7. Қанекей өрнектерді салыстыр.
Ал балақай бірге тексерейік. Бұл жерде өрнектердің мәнін тауып аламыз. Бірінші 20-дан 12-ден 20-дан 5 азайтқанда 20-дан 7 шығады екен. Енді екінші өрнекке көшейік. Бұл жерде бірінші жақшаның іші орындалады. 20-дан 11-ге 20-дан 15-ті қосқанда 20-дан 26 шығады. Енді 20-дан 26-дан 20-дан 7-ні азайтамыз, сонда 20-дан 19 шығады. Енді шыққан мәндерді салыстырамыз. Бұл жерде 20-дан 7-ден 20-дан 19 артық болады. Сонда екінші өрнегіміз артық екен. Жарайсың. Балақай, сен есеп бойынша әріпті өрнек құра аласың. Мына төмендегі есепке назар аудар. 260 килограмм қазанақ жиналды. N жәшікке 24 килограммнан салынды. Неше килограмм қазанақ қалды? N тең 8 деп алып, оны есепте. Қанекей, есеп бойынша әріпті өрнек жаз. Ал балақай бірге тексерейік. Есеп бойынша әріпті өрнек былай болады. 260 азайтылған 24 n. Енді n-нің орнына 8-і қойып есептегенде 68 шығады екен. Жарайсың. Ал балақай, бүгінгі сабақта сен теңдеу және теңсіздік өрнек атты бөлімді аяқтаған болатынсың. Балақай, сен қос теңсіздіктің шешімдер жиынын таба аласың және түсінесің. Теңдеулерді шешуде өрнектерді ықшамдау ережесін қолдана аласың. Бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектерге талдау жасай аласың және салыстыра аласың. Есеп бойынша әріпті өрнек құра аласың. Ал балақай, бүгінгі сабағымызды аяқтайық. Бүгінгі сабақ сен үшін қызықты, түсінікті болды деп ойлаймын. Класс KZ порталында көріскенше, қош, сау бол.